Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге сәбіз салатын көрсететін боламын, яғни морковь по-корейски. Ол үшін бізге сырты тазартылып, жақсылап жуылған 1 келі сәбіз керек. Менде бұл жерде не бар 3 дана сәбіз, сәбіздерім өйткені үлкен болып шықты. Енді осы сәбіздерімізді үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізгенде ұзын етіп өткізу керек. Үккішіміз, яғни теркамыз арнайы сәбізге арналған үккіш. Сәбіздеріміз толығымен үккіштен өткізілді. Осылай ұзын болып шығу керек. Енді осының үстінен 2 шай қасық тұзымызды қосып, араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоларды көре аласыздар. Төменде поделиться батырмасын басып, осы видеомен достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе кетсеңіздер. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сәбізіміз жарты сағат көлемінде беті жабылып тұрды. Сол уақыт көлемінде сәбіз өзінің шырынын бөлді. Бізге ол шырынның қажеті жоқ. Ақырын осылай қысып шырынын бөліп алып тастаймыз. Бізге ол шырынның қажеті жоқ. Өйткені қазір дәмдеуіштер қосқан кезде бүкіл дәмдеуішіміз төмен қарай шырынына түсіп араласпай қалады. Дәмдеуіштер қосқаннан кейін де жақсылап араластырып, бетін жауып жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қойсаңыздар, сәбіз тағы да өз сөлін бөліп шығарады. Сондықтан сәбізіміз шырынсыз болып қалады деп уайымдамаңыздар. Шырынын толығымен бөліп алғаннан кейін сол үлкендеу ыдысымызға қайтадан аударып аламыз, араластырғанға ыңғайлы болу үшін. Содан кейін дәмдеуіштерімізді қоса бастаймыз. Ең алдымен 2 шай қасық қантымызды, 2 шай қасық толы емес 70% сірке суын, 1 шай қасық кориандрымызды, 1 шай қасық паприкамызды және 1 шай қасық қызыл ащы бұрышымызды қосамыз. Қызыл ащы бұрышымызды дәл ортасына ғана себеміз. Оның үстіне 4 дана сарымсағымызды сарымсақ езгіш құрылғыдан өткізіп аламыз. Сарымсағымызды өткізіп алғаннан кейін үстіне қатты қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Қызып тұрған майды сол ащы бұрыштың үстіне құйсаңыздар, ащы бұрыштың қатты ашлығы білінбей кетеді. Қызып тұрған майдың үстіне орташа 1 дана пиязымызды майдалап турап қосып жіберсеңіздер де болады. Бірақ пияз қосылған салатымызды көпке сақтауға келмей, сондықтан мен пиязсыз осылай құр сәбізбен салатымды дайындаймын. Қалауларыңыз бойынша жарты шай қасық усилитель вкуса қоссаңыздар да болады. Енді осы салатымыздың бетін жауып 10-15 минутқа дәмі кіргенше немесе 1 сағатқа дейін қойып қойсаңыздар болады. Салатым 10-15 минут көлемінде тұрды. Одан көбірек тұрса, өзінің сөлін көбірек бөліп шығарады. Сәбіз салатым өте дәмді болып шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер сіздер дәмдеуіш қосқан кезде сірке суын көбірек қосып қойған жағдай болса, онда бетін жаппай құр ғана ашық күйінде 10-15 минутқа немесе 1 сағатқа қойсаңыздар болады. Осымен морковь по-корейски дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.